Zeynep basmaya gerek yok da de. Zeynep görüyorsun. Assalamu alaikum депутат Murzalar. Zeynep bu yeke orası koyar. Evet, Ağzımızda, sağımızda etmek istiyor. Bizim için gene oldu adam atlatıldı. Güzel dostlar. Ya tam tersi Tugay, Türkiye'den olsa burada söylüyor. Aytar, kompütörü çıkar o tarafa satıyorsun. Assalamu alaikum ko'pchilik. Ya, hozir tushuntiraylik, o'tkana mikrofon yo'q bu yerda. Birimiz dovusimizni eshittiraylik. Endi birinchi mening atim Nuriy, familiyam To'ng'ishov. Oğuz maslahatının deputatıman. Qasımda o'tirgan Zekem Hüseynali To'rashil degan Aqtoq qal'a maslahatının to'rag'asi. Qasımda prokuratura vakillari bor, politsiya vakillari bor, yurist bor, Avlod partiyasining qonun qabuldaw bo'limining suretga. Nega o'shunday yani men qabuldaw o'tdim, bugun bo'lay. Tinchlik. Bugun mana qonun qabuldaw yurib жатыр. Qabuldagan odamlarni aytdim. Bizga o'tinish kelib tushgan ekan, tranzittlik shiddat ko'riklarni saqlantiruv masalasi bo'yicha uzunlik кездесу so'raymiz. Lekin mana uzunlik кездесуimiz hozir o'tib жатыр. Ana endi bunday kelsak, shug'ullamay, netmay, qadamdan bo'lsa buni eshitmay qolamiz. So'ngdan da bir-ikki odam o'z masalasini aytsin, o'sha yerdan tinglaylik. Qo'limizdan keladigan bo'lsa qaraymiz, shunday qo'limizdan kelmaydigan bo'lsa, unda ары qaray xat жұмсаймыз ба, өтініш береміз ба, сондықтан осының бәрі түгел қарастырылады. Ал мына айтатын адам өзін таныстырып кетіп кетсін, деме. Ассаламу алейкум, депутат Мырзалар. Менің есімім Демеген Талғат Ақмұратұлы. Осы шетел көліктің белсендісі шығып отырған. Бізде мәселе страховка мәселе бізде маңызды учетсбор первичный мәселесі қозғалып отырған тақырыбымыз. Өздеріңіз білесіздер, былтырдан бері осы әңгіме бүкіл жерде, өздеріңіздің де, әріптестеріңізде де, Маулен Ашимбаев мырзада да кезінде айтқаны бар, сол төлемді жаңағы жасыл дамуға не істеп отырған, ол жасыл дамудан біздің бюджет қорымызға да ешқандай бір пайдасы тиіп отырған жоқ, шыны керек. Первичкінің фиксалық мақсаты жоқ, былай айтқанда. Действительно. Осы жерде бізде осы Маңғыстау бойынша 8.000 адам, былай мысал примермен келтіргенде де, санмен келтіргенде де 250 мыңға қосып рұқсат бергеннің өзінде де 8.000-ды 250 мыңға көбейткенде қанша ақша бар? Сол бюджетке прямой кіреді. Өздері оны білесіңдер. Өздері оны соның бәрін. Одан басқа жыл сайын налогі бар төлеп тұрған. Одан басқа страховкасы бар алып отырған. Осының бәрі бюджетке кетеді. Жасыл дамуға төленген ақша ол бюджетке барып отырған жоқ. Былтыр күзде ма жаз айында спикер жаңа Маулен Ашимбаев мырзаның өзі айтқан жасыл дамуға бюджеттен де бөлініп отырған қаражаттар бар екен. Бірақ оның нәтижесі жоқ. Өзіңіз көргендей. Егер экология жағынан кодексіне айналып келгенде де біздер мысалы бензин, дөңгелек, аккумулятор оны алып жатырмыз. Оның ішінде экология несі бар. 49 теңге өзіңіз білесіңдер. Экология кодексі бойынша қазір айтып жіберейін. Ақпаратым менде телефонда. Біз осы 2 жылдан бері осыны айналысып істеп жүрген жайымыз бар. Осы мәселені сіздердің әріптестеріңіз Сайып мырза да көтеріп жатыр. Осы мәселені
енді ары қарай нәтижесін тездетіп шешіп беруіңізді сұраймыз, шыны керек. Енді 2-3 жылдан бері жатырмыз ғой, жасыратын ештеңе жоқ. 2-3 жылдан бері осылардың бәрі азаматтар налогтарын төлеп бәрін істесе, бюджетке қаншама түседі, пайдасы бар. Былай дейінші, біздің сұрап отырғанымыз, сіздің сұрап отырғанымыз, төлен айтқан ақша жасыл даму емес, бюджетке түсіп сұрап отырмыз ба? Иә. Бюджетке келсін деп Басқа сұрақ жоқ па? Басқа сұрақ болды, осы мәселені тез шешуге. Қазір өздеріңіз білесіңіз, кеше соңғы президентіміздің жолдауы бойынша осы халықтың әлеуметтік жағдайын ойластырып, соған келтіріп беру. Осы 1 июльге дейін, пока референдум заңға енгізгенше де 62 тармақ тапсырған несі бар. Соның ішінде біздің де Астанада белсенді бауырларымыз жүр. Соларды да қабылдап, жан айқайын, осы халықтың жан айқайын ескізіп, осы мәселені тез шешіп беруіміз сұраймыз. Еркебұлан Құлбасов жүр, Алтынбек Нұрғалиев жүр. Осы именно осы немен сіздің әріптестеріңізбен осы Аманат партияның депутаттары Нұрғалиев, Алтынбек. Былтыр сіздің әріптестеріңіз Ерболат Сатыбалдиевпен де кездесті. Былтыр 25 февраль айында кездесті. Ол мәселені көтерді. Ол мәселеде ол айтқан жайы ол жаңа не деп ресми түрде бәрі заңда жауаптар әлі қарастырылып жатыр, әлі бетіп жатыр, анамдар сөйтті. Негізінен бастап өздеріңіз білесіздер, былтырдан бастап жақсы әңгіме көтерілді сіздердің әріптестеріңізден. Биылға дейін что-то үнсіз қалды. Сол қандай кедергі болып тұр? Егер жаңағы бәріне топырақ шашпай, может быть, жаңа олигархтардың бір нелерін кедергі болып жатыр ма, не болып жатыр, сонда біздер білуіміз керек, шыны керек. А так әңгіме жақсы көтеріліп жатыр. Бірақ қазір соңғы кезде тоқтап қалды. Алдымызда құрылтай жатыр, өздеріңіз білесіңдер. Дауыс береміз, десіңдер. Отбасылық негізі осы жайлы шешіп берсеңіз. Халықтың жан айқайы ғой, былай айтқанда да. Айта беріңіздер. Айта бер. Ассалаумағалейкум. Ешкімсің деп жатқан ғой. Әйтпесе бізде тұрып көтереміз. Алла халық жиналып сізге шағым айтуы керек. Мінекей қадағалаушы органымыз бар, құқығымызды қорғайтын азаматтар бар. Ана жерде юристтеріміз бар екен, елдің сайлаған мәслихат депутаттарысыңдар. Біздің сөзіміз сөйлейтін сіздерсіңдер. Мына кісілер біздің құқықтарымызды қорғайтын азаматтар. Енді сізге мына анасы ұрса әкесіне барады, әкесі ұрса бала кімге барады дейді. Біздің халық сіздерге келіп отыр. Сізден заңды талап етіп, өздерінің құқықтарына талап етіп, өздерінің арыз шағымдарына келіп отыр. Мен сіздер жақсылап сол қарайды үміттемін. Менде келмейтін едім, жасым 70-тен асып кеткен адамым ғой. Мына балдардың мен де жаңа балам бір 70-ке шыққан ғой, әкеліп бір машина алып берген ғой. Мен шешіп көндірмін, 3-5 машина алып беріп, енді 2.700.000 келесі алып растамас үшін төледім. Енді тағы 4.600.000 өтеуіз бармен первичкісіне төлейсің деп бар. Өмір бойы механик болушысың адам, мен қаражатымды бизнесім жоқ адам. Мен қалай қалады? Не істейді? Мен сияқты мына қарабөздердің бәрі осы кредит алып, несие алып, барып әкеліп жатқан. Бұл жерде кішкене арзандау болады ғой. Алған адамдар қарап отырған жаңа сөйлестік бәрімен, бәрді айтатын бір ауыз сөзге өтеуіз бөлмен кешкіні заң бойынша қанша төлеуіміз керек? Жаңағы ана олигархтардың жазып берген несі емес, мына заңға байланысты. Неше теңге? 50 мыңға аспайды. 50 мың кодекс бойынша. Дейді. Ал біз соларды төлейік. Біз қашылыққан жоқпыз. Бізге соны атымызға қазақ шұтқыл, қазақтың өміріне берсеңдер, біз налогымызды төлейміз. Жаңа айтып отыр,
Баламыз айтты неге мына пәлендей бар, ана түгендей бар. Мына бюджетке өзіміздің мына Маңғыстаудың бюджетіне, мына отанымыздың бюджетіне міне Қасым Жомарт Тоқаев деген басшымыз айтып жатыр. Халықтың жағдайын ойлап, халықтың не істейді. Енді осы халықтың жағдайын ойлайтын болсақ, халық бар ақшасына бар сіздерден бұл жерден алатын қымбат. Кредитке берсе 2-3 есе төлейді. Кредит алып барып әкеліп, әкімін жинап алып әкелген ләшік көліктерін Қазақстанның нөмірін берсеңдер. Оған жағдай жасап берсеңдер біздің халыққа. Сіздерге біз алғысымыз шексіз. Алға Алмат партиясы дейтін құрылтайда шығамыз бәріміз. Сіздер осы сіздердің халқы осы қара көздердің қанша қазір айтып отырдық 8 мың деп. Бұл тек 8 жаңағы группа. Оның әлі тіркелмей жүрген 3-4 мың тағы бар. Одан да көп шығар. Енді осыны бір реттеп берсеңдер адамдар. Біздің ең талабымыз сол. Өзіңіз білген Қазақстан Республикасының Конституциясы 14-ші бап бойынша заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең деген білесіңіз ғой. Соны референдум 16-ші бапқа не істеп жатыр, өзгертіліп жатыр. Одан басқа да мына біздің действительно сіздер қазір айтуыңызда мүмкінсіз, біз неден автокөлік шығарды. Мысалы, Allure компаниясы. Ол автокөлікті өздеріңіз білесіңдер. Қазір интернет дамыған заман бізде ол жиналмайды білесіңдер. Кобальт алынса, шасси бөлек, рамасы бөлек, корпусы бөлек болып жиналады. Бұда еще 2 вин-код бар. Бір жағында Өзбекстанның вин-коды, ол мировой деңгейде тіркеліп тұрған. Бір жағында біздің вин-код, ол мировой деңгейде тіркеліп тұрған жоқ. Мысалы, бір азаматымыз сол кобальт алып, мына шетел неге саясатқа барса, демалуға барса, оны как угон деп алып кетуде мүмкін басқа шеттің органдары. Сол мәселе де бар. Бізді сосын мына Allure компаниясымен кішкене не істеуге болмайды, келіс салыстыруға. Әрқайсысы бұның жинағаны бар. Біреудің 5-6 баласы болып үкіметтен алған ақшасы бар мысалы. Әрқазан ыңғайлы, қауіпсіз көлікке отырғысы келеді. Кобальтты білесіңдер, 100-150 мың жүреді, несін двигателін ашу керек бар. Ол 5 миллионға алады, 8 миллион, 9 миллион қайтарып береді. Ол арада двигатель бұзылса, 1 ай, 2 ай банк деген халықты күтпейді ғой. Күте тұр, сен машинаң бұзылып қалыпты, сен кредитің төлемей тұратырды. Күтіп айтпайды ғой. Былай қарағанда. Бәрі көзіміз ашық. Бәріміз заңды ретінде шешкіміз келеді. Бізге ана кешенге қантар керек емес. Бір темір үшін бауырларымыздың біреуінде қан төгісі керек емес. Ол бәріміздің талабымыз мына 10 болды алып тастап тіркеуден айтам деген сияқты сөз айтып жатырмын да. Болды ма? Мынандай столға келіп қалып жатыр ғой, ойламаған жерден да. Сау бол, рахмет, сендер қабылдап жатсыңдар, ел азаматтарсыңдар ғой, сендерге сенеміз. Орган адамдар отыр, басқа отыр, бәрі енді мынандай жерден ойлаған жоқ. Мынандай столға, мынандай жерден. Бірақ енді халықтың жағдайын жасауларыңыз керек қой. Сіз енді жұмысыңыз сол ғой енді. Халықтың мәселесін шешу, шаруасын шешу, жағдайын қарастыру ғой, солай ғой. Сізді сосын үкімет осындай қызметке тағайындады. Солай емес пе? Біз тағайындаған жоқпыз сізді. Үкімет тағайындады. Үкімет емес, сіздер дауыс бердіңдер. Бұл енді аған үкімет шешіп отыр ғой, біз шешіп отырмыз. Енді біздің бұлай ғой, мәселеміз бұлай ғой, қарайған жігіт мына келіп жиналып отырып мысалы да, не үшін жүріп мысалы. Қаждераз біз осы
қара көз жігіттер біз каждый раз өсіп жүруіміз керек па деймін да мысалы да какой-то бір олигархтың бір чиновниктердің қалтасын ойлап жүр да былай қарағанда да ол былай да мына шешіп беру керек шешілу керек мына елу мұрпа деген бар ғой сонымен сосын жаңағы 1001 деген теңге нөл де 25 соны шешіп берсін үкімет қарасын соны біздің жаңа айтайымыз сол ал заң қадағалаушы жігіттер сендерге де рахмет келіп отырсыңдар ғой халықтың мәселесін сендер қорғауға тиіссіңдер заң жүзінде біз келіп отырмық қой соны сендер ары қарата қозғап мына жігіттер сөйлеп жатыр деп айтуларың керек бізді ондай жаңағы қылмыскер жаңағы үкіметке қарсы шығып жатыр деген ой емес біздікі біздің өзіміздің жанайқай талабымыз айтып отырған оны сендер байсаусақтай түсініп отырсыңдар ғой біз үкіметке қарсы шығып бізге қалай да ананы ақша төлемейміз мынаны деп жатқан жоқпыз біз жағдайымызға қарата жағдайымызды айтып отырмыз каждый халықтың қазір жағдайы көтермейді қалтасы көтермейді мына кісі айтып отыр ғой мен 70 жасқа келгенде мен жағдайым қалтам көтермейді 4 миллион қайдан тауып беремін деп та өзі пенсиясы 100 мың теңге қайдан тауып бере аламын мысалы да ал мен де сол сияқты менде 4-5 балам бар мысалы да мен де алдым ел алып артқасын мен де айдайыншы ол дұрыс мәшін деп та мысалы жазда кондиционері бар жұмсақ жайлы ішіне спокойно отырамын бала шағамды отырамын бәрі сапасы келіп тұр мысалы 15-ші жылғы болғанмен мындақта шығып жатқан ковидтен артық ол өздеріңізді біз иномарка сіздерде мысалы қазір акиматтан мерседеске мінесіңдер ғой мерседеске не үшін мінесіңдер мысалы мерседес жайлы болған мысалы жекеменшік машинаңыз бар 570-тік бар ғой мысалы жоқ емес 570-тік бар не үшін мінеміз мысалы сол мысалы жайлы болғасын жақсы болғасын міне сіз неге патриот боласыз неге алмайсыз мысалы да сол сияқты бізде мінгіміз келеді солай емес бізде лексус мінбегенмен жаңағы 15-ші жылғы жаман камри мінгіміз келеді жаман деп отырық қой бірақ мініп жүріп сол бірақ жағдай жақсы мен неше жыл бойы өмір бойы советский машина көзімді ашқаннан міне семеркімен келдік одан кейін четырнадцать алып пятнадцать алып анау алып мынау алып советский машина аяғын талдырады деңгейін құртады бұзыла береді мысалы маймен болып шартып деңгейіміз құрды да енді өмір кішкене мына жағдайымыз кішкене жақсарып жатыр үкімет жақсартып жатыр деп жатырық қой енді жаңа заман келатыр жаңа заман талабына қараса әркім мәшін жағдайына қарата жағдайын жақсарту керек мына каждый қазақ өзінің жағдайын жасартқан жақсы ғой мысалы деймін да біз соған қарата талпынуымыз керек бізді баспау керек үкімет наоборот үкімет бізді көтеру керек бізді жайлы жағдайымызды жасау керек біз сол үшін келіп отырмыз жаңа әкеміз айтайын деп келіп отырмыз біз сіздерге айтайын ұрсайын деп келіп отырған жоқпыз ойбай мен өзім сөйтіп сөйлеймін да ойбай тек мынаны бүйтеміз ойбай мынаны сөйтеміз мынаны қырамыз жоямыз деп жатқан ешкім жоқ просто мына халықтың жаңа айқайын тыңдап үкіметке жеткізіп Тоқаев бар ма Бектенов бар ма кім бар соларға айту керек та біз мәселеміз сол енді басқа енді айти берсе көп қой мысалы деймін да аға былай ғой енді сіз барыңыз я алкаш Қожабек я алкаш Қожабек барыңыз осы жерде маңғыстаулықпыз ғой енді мына батыс қазақстанда жүр осы транзит нөмірлерде енді жоғарыдағы депутаттар олар да айтты өткен жылдан бастап қозғалып жатыр ғой осы мәселе енді сіздер маңғыстаулықсыз ғой біз де маңғыстаулықпыз біздерге сіздер көмек қылсаңыз маңғыстаулықсыз сіздер біздің атымыздан сіз сөйлесеңіз өйстіп көмектесіп жіберсеңіз біздерге жақсы болар барымызда мүгедек баламыз бар бағып отырмыз оны құдайға шүкір енді мынау енді кішкене қиындау болып тұр да осы кішкене көмектесіп жіберсеңіз бетіне келіп тұр жаңа айтқандай 0,25 сонымен қазақ болып алсақ барымыз сонымен жақсы болады да жаңа аға айтып отыр ғой жаңа ковидтан қарағанда жаңа тойоталарымыз жақсы шынымды айтсақ комфорты бар жұмсақ кең іші ковидтан тар ғой сол аға қоса кетейін рұқсат болса мына как раз ішкі министрдің өкілдері отыр ғой бізде біз айтпаймыз жаңағы алла разы болсын түсіністікпен қарап осы күнге дейін келе жатыр жаңағы нарушение жасады ма полный рост оны оформлять етіп айыптұраққа жабылып отырғандар да бар несі бар бірақ дегенмен біздің чаттағылардың көбісі нарушение жасамайды ол бәріне топырақ шашып та керек емес жаңағы оны да айтайын деп отырған нелеріңізде бар шығар дтп дегенде
ол мәселені қарастырып ішкі министрлермен, гаи қызметкерлермен, басшылармен ауызбірлікпен, түсіністікпен осы күнге дейін келатырмыз. Бізде де налог төлеп ұйықтағымыз келеді тыныш. Бізде де отбасымызды бақытымыз келеді. Осы мәселе созылып кетіп отырған жай болғасын біз осылай сіздерге обращение жасайтын жайымыз бар. Ben bir söyleyeyim biliyorum. Ya bir kali kuşkunbay Жауыздың тұрғыны мен енді мына жасымен елу уақытта бірақ анализ жасап бердім осы шетелдік автокөлікті өзім мәселе анализ жасаймын. Себебі бірінші потокта легализация жүргізіледі. Рақымшылық жасады біздің президентіміз, Аллаға шүкір, Алла разы болсын. Сол уақытта 200 мың өткіздім, дұрыс қой да? Бірақ 215 мың анау мынау енді мен өзім жасаған жоқпын. Растаможкамен жасап алған деді машина. Сен көбілік машина алған мен. Жаңа айтқанда 40 мыңнан моторына шыққаннан кейін сатып жібердім. Бұл жерден машина алдырған Армениядан. Ол уақытта ол машиналар легализацияның уақытында Арменияда растаможка жасалды. Кедендік одақ бойынша елді мекенде жасалды. Транспорт ретінде бізге келіп тіркелді ол машина. 215 мың теңге. Дұрыс қой да? Бірақ ол товар ретінде бізге кірген жоқ. Растаможка жасалған жоқ Қазақстанда. Дұрыс қой. Оның тіркеуі осында болғанмен товар ретінде байлық болып, ол басқа шетелде тұр ол машина. Сіз сол секторы банк арқылы кепілдікке алып ақшаға сата алмайды. Солай ғой. А біздің машиналарымыз әкелдік, растаможкасын кедендік тазарту жасадық қазақша айтқанда. Дұрыс қой да? НДС бізден средний есеппен осы жерде тұрған жігіттер орташа есеппен машинаның жағдайына қарай, жылына қарай, объемына қарай миллион теңгедей ақша шығарды. Дұрыс қой. Оны қарыздан алды, кредит қылып алды, ағайтудан алды. Жаңа айтқанда балдарымыз алып берді дегендей. Менің де балам бар машина мысалы. Дұрыстан ендігі біздің сұрап отқанымыз сіздерде. Қазақстанға енгізді. Қазақстанның байлығына бұл жатады. Товар ретінде Қазақстан тұрғасын, біздің Қазақстанның әлі байлығы соны есептеледі ғой. Мына затта Қазақстанның байлығы. Адам сірә өз алдында Қазақстанның байлығы. Тұра тұрған зданиялар, мына тұрған машиналар бәрі Қазақстан байлығы деген есептеп қарасаңыздар. Сосын бізден байлықты әкелдік сырттан, енді соны тіркеп берсе деген ол бізге. Заң жүзінде тіркеп берсе, біз сізден 250 мың сұрамаймыз, сіз легализациямыз бұл машина. Легальный машина. Қазақстанда еніп тұрған машина. Дұрыс емес пе? Басқа ештеңе керек емес бізге. Бізге жаңа айтып отыр, елу МРП-мен, пожалуйста, кіргізің заң жүзінде. Жаңа айтып отыр, 8 мың машина емес, одан көп. 8 мың машина көп. Ол средний есеппен жылына сол машинадан келіп кетер зат 50 мың средний келеді. Жаңа несі бар, налог төлейміз, на транспорт средства. Жаңағыдай техосмотр өтеміз, страховка аламыз, дұрыс қой. Штраф өз алдына бар. Жаңа дөңгелектер аламыз біздер, қосалқы бөлшектер аламыз, бензин, газ аламыз, жанар жағармай ауыстырамыз. Ол қалай дегенмен де коммерсанттар соны бізге сатқан жерде олар пайдаланады, ол пайдадан біздің түскен пайдадан налог төлейді неге. Қаншама пайда айналып жатыр бізде. Біз соны учитывать етпейміз, қарамаймыз, есепке алмаймыз. Бізде қалай жаңа айтып отырмын қалай мырза не деп олигархтардың жаңағыдай жағдайын ойлайтын дұрыс емес пе? Азаматтар жыл емес, оқыған интернет қазір дүние жүзінде не болып жатқанын біліп отырмық қой. Біз енді мына уәжіміз сізге айтып отырғанымыз мына жаңағы естуші Қазақстан деп сеніп келе жатырмыз. Сенбесін жерде сізге сеніп келіп осы халықтың жағдайын жасап халыққа сіз енді халықтың құлы дегенде халықтың құлысымыз ғой, бәрімізде Алла Тағаланың құлымыз. Дұрыс қой. Сіздерде сол Аллаға сенеміз, оны сізге сенеміз. Сол уәжімізді жеткізіп үкіметке осы тез мәселе шешіп берсеңіз, мына айқайда болмайды, шуда болмайды, мына көбі жаңағы көлікпен таксовать етіп бала шаға бағып қалғандар мысалы үшін. Ол машинасын алмайсың, бала шаға ашық қалады. Дұрыс емес пе? Ол бала шаға күнделікті ішіп жейтіні керек. Мектепке барып апарып келу керек. Ол каждый раз 1000 теңгемен таксимен апарып келе алмайды. Той садақамыз және бар қазақпыз пендеміз. Сол жағын қарастырып, тездетіп шешіп беріңіз жаңағы. Айтып жатыр ғой, голос каждого важна дейді ғой, сол сияқты алдыңыз жағы құрылтай жатыр. Онда егер сіздер белсенді қатысамыз, мысалы біз шаруамызды хотя бы оңына оралайын деп жатыр деген бір жақсы хабар естісек те, бізге көп ұмытпаса тиіспесе мысалы
Орда мысалы үшін органдық адамдар өздеріне тиіспейді. Ол заң шығарады, заң бойынша бұлар қозғалғысы келеді. Оларға заңды береді, сосын қолданып дейді халыққа. Сол себептен бұларға да кінәлауға болмайды, олар да заңмен жүреді. Бізде жаңа заңмен жүруіміз керек. Сол себептен мынау бәрімізге жақсы болсын деген оймен мен айтып отырмын, жаңағы шаңын шешіп кетсе екен деп. Алдымызда алға ұмтылған жақсы. Бала шаға уақытта бәрі жағдай жақсарған жағдай жақсарған жақсы, соны айтайын дегенім. толықтыра кетейін ба естен азат жайлау осы транзит группаның админі болады біздің мұң мұқтажымыз осы біз заңға бағынбайды емес бағынамыз бірақ біз утил первичкіге дәл қазір қарсы болып тұрдық та шыны керек ол дейтін тіпті үкіметтің пайдаға келтірмейді оған ешкімнің андай несіне түспейді үкіметке түспейді пайдасына сол үшін біз соған қарсы болып отырмыз біздер өйткені растамушымыз төледік оны өзіңіздеріңіз де білесіздер шығарсыздар 85%-ы 87 па 85% сияқты менің ойымша 85%-ы 83 па мен соңғы несі орысқа кетеді орысқа кетеді ол Қазақстанның байлығына түспейді да бұл жерде да оған да бағындық бірақ жаңа утил первичкіге біз бағынғымыз келіп тұрғанымыз жоқ та өйткені неге бізді шетелдік көлік не үшін алып келді жаңа бізді айтқандай жаңа айналып келгенде сол әңгімеге келіп тұрды да сапасыз және бағасы қымбат та келіп отқан жаңа өздеріңіз де біліп отқан шығарсыздар Қытайдың көліктері бағалары ол қымбат аласың сапасы да былай қарағанда айдап келгенде ол жаңағы неде шығып жатыр жаңа черри дейтін де көлік Exit дейтін де көлік соттасып жатыр оларды оны да естіп отырмыз біздің бұл жерде үкіметтен талап ететініміз сұрайтынымыз біздің мұң мұқтажымызды тыңдап өзімізге жайлы көлікті алып келдік заңға бағындық растамушысын төледік рәсімдедік мына көліктің қасында біздің көліктер заңды болып тұр да өйткені оларда 2 вин-код бізде 1 вин-код деген сияқты да заңға бағынып тұр бәрі заң сосын жаңа толықтыра кетейін бізде 8 группа бар ғой соның ішінде 8000 деп алайықшы 8000 адам бар оның ішінде бірақ соңғы кезде соңғы неде жиналысымызда ДВД-да болды ғой да соңғы жиналысымызда сол кезде бізде шығарып беріп еді өздері 32512 ма сондай көлік Маңғыстауда транзит көлігі болып тіркелген деп растамушылық өткен деп оның бәрі де әлі группада жоқ оның бәрі группаға толатын болса мына жерде тіпті айқай болатын еді да сол үшін сіздерден азаматтар құрметті азаматтар беделді азаматтар сіздерден халық атынан талап ететініміз біздің көліктерімізді қазақ болуына жол жасап берулеріңізді болдық па бәріміз мен айтайын деп отырған бәрі бұл жерде босатып беру ғой бәрі несіне менің ұсынысым мына жерде 21-ден 20-дан бастап анализ жасайтын болсақ өте утил сборда первичкіде төлегендер өте көп бізден өтінішіміз халықтан біз деген оны сведениені ала алмаймыз органдарға депутаттардың мәслихаттың атынан запрос жіберуді аудит назначать етуіңізді себебі сізге айтайын қаңтар оқиғасынан кейін сразу 50%-ға түсіріп жіберді 50%-ға утил сборды 50%-ға түсіріп жіберді деген сөз ол значит необоснованный тариф составлен былай айтқанда құрылған 50%-ға түсірді сосын жаңа міне Талғат айтып өтті ғой жаңа несін жыл сайын жаңа бюджетке түспейді жаңа неге жасыл дамуға түспейтін болса неге бюджетке түспейтін болса неге МРП-ға привязать етіп қойды жыл сайын МРП-мен көтеріліп бара жатыр ол жасыл дамуға ол өзіне бастап болатын болса бюджетке қатысты болмайтын болса МРП-ға не үшін байлап қояды утил сборда ол бір екіншіден сосын жаңа то же самое первичка бойынша да дәл сондай жыл сайын МРП-мен көтеріліп бара жатыр обоснованно 3 жыл өткен неге пикапқа 9 миллион төлейді ол қаяқтан алған ставка жаңа мына жерде Бекқали ағамыз айтты біз уже заңды түрде уже Қазақстан Республикасының несінде
біз уже заңды ретінде біз мүлкімізді біз растаможить етіп алдық. Ол біздің мүлкіміз. Әне үшін орган ары қарай дальше тіркемейді. Не үшін утиль сбормен первичка сұрап отыр. Вот сол. Мен соны айтайын деп отырғаным, бірінші бізде олигарх жоқ біздің өңірде. Сізден бастап сол өтініп сұрайтынымыз аудит өткізу біріншімен. Таможнемен ал таможнеден растаможный қанша мың растаможный мәшін и сосын қанша мың біздің өңірде несімен жаңағы грузин армян бар тіркелмеген жөнінде мәшін жөнінде. Екеуін салыстырып түрде и содан түскен ақшаларды, солардан ақша түскенде, ол бәрі аудиттің арқасында не тексеріледі. Біз оны сұрай алмаймыз. Бізге сол үшін ашық шарт берсеңіз, біз сол кезде ары қарай уже республикаға ұсынысып айтатындай, что мына кішкентай өңірден, мына Маңғыстау өңірінен сондай ақша түсіп отыр. Тек қана растаможкеден. Мынанша мәшін тіркелген жоқ. Свод қылуымыз керек қой. Мынанша әшін налог түспей отыр. Сіз қайда барып отырсыз? 16% налогты көтеріп отырсыз қайта-қайта. А мына жерде 32 мың, 35 мың көлік налог төлемей свободно жүр. Мысалға. Также техосмотр 8 мыңнан есептегенде техосмотрсыз жүр мысалға. Вот сізге налог, сіз налогты көтермей. Мен просто салықта істегеннен кейін айтып отырмын. Сол бәрін біліп отырмын. Сол себептен халықты зерлеткізбей, наоборот, жоғарыда отырған бастар бар, ол бастар не үшін отыр? Значит, жұмыс жасамайды. Тек алып келіп алып, халықты тек налогпен байлағысы келеді. Өзінің қызметтерін өздерінің қолындағы несін не қылып отыр? Мысалы, оны көтере берсем, мәселені көтере беретін болсам, соны бізге өтініш бірінші аудит тағайындауымызда. Областной аудитті, осы жерде свод жасайтындай. Сосын халыққа көрсететіндей, міне осындай, міне жиналып тағы да, міне осындай растаможкеден өткен, бірақ тіркеуде осыншама көлігі жоқ. И сосын біз оны свод қылып, ары қарай жазуға, бірге жазуға, республиканың деңгейіне көтеруге вопросты бір өңірден алайықшы, бір өңірден. Сосын қалған өңірлерде сөйтіп жалғасты. Сол кезде біз жаңағы картина несі көрінеді, қаяққа кетіп жатырған ол ақшаларды. Сол себептен мен сол өтінішім сол, ол тек қана қазір қарапайым халық тек қана тіркеуді ойлап отыр ғой. Біздің төлеген ақшаларымыз қайда кетіп отыр деген мәселе туындайды. Сосын ол төлеген ақшалар не үшін ол жаңа Скляр айтқан сияқты біз деген жаңа олигархтарға көмектесу. А не үшін оларға көмектесу керек? Сондай мәселелер туындайды. Сол себептен менің айтайын деп отырғаным, мына өңірден бастап аудитті назначить етуді. Сосын сол сведениелерді шыққаннан кейін ары қарай жалғастыруды сұраймын. Сосын мына тарифтерді мына Маңғыстаудың несінен маслихатынан Генпрокуратураға республиканский аудитке негізді тексеруді сұрауды өтінеміз. Одан басқа нүктесін қойып Тақырыбымыз. Білесіңдер, қазір біздің өңірде президент мырзамыздың тапсырмасы Маңғыстауда туризм неге қалыптастырып кетуге. Осы жерде су барып алып отырған көліктер бар. Оларда да мына аэропорттарда спокойно басып келе алады. Бұлардың да былай да қалада жүріп таксовать еткен кезде туристерді бұлар сол апарып табыстабай алады. Ол біріншіден, екіншіден сақтандыру мәселесі бойынша ішкі министр қызметкері отыр ғой, нарушение жасалды, жылдамдық асырып алып түсінікті оны. Онда да енді біріншіден халыққа дұрыс информация берілген жоқ, жаңа жылдамдық асырмаңдар, камералар қосылды дегендей. Ол ақпарат берілсе де халыққа жай кетті ол ақпарат. Қазір тем более интернет желісінде ол ақпаратты тез жеткізуге болады. Ол жылдамдықтың нарушениесін төлеп жатыр. Енді страховка мәселесі сонда бір қарастырып жүрсе, хотя бір мораторий берсеңіз, или страховканы берсін, или бермесін. 2024 жыл сәуір айына дейін страховка берілді.
шетел көліктеріне берілді. Өздеріңіз білесіздер оны. Олда да бюджетке түсіп жатқан жай ол 10 күнге 1,5-1000 теңгеден берілді. Сол берсе бәрі алады, халықтың бәрі. страховка берсіне. страховка мен жаңағы неге бардым банкке сосын бардым филиал бар страховка сақтандыру соған барып едім аға біз бере алмаймыз біздің басымыз кетеді бере алмаймыз ол бізге шығып жатыр ғой сонда осындай біз требить етіп жатырмыз аға деді бос әңгіме деді бізге ешқандай ондай не жоқ бере алмаймыз берсек бере алмаймыз солай ма Біздің ішкі министрге бір ұсынысымыз бар да, кеше біздің облыстан, төрт облыстан официальный письмо жіберілді жоғары жаққа ішкі министрлерге, бірақ официальный жауап келген жоқ. Ауызшылай келді, алынбайды деген. Екінші мәселе, мына сіздердің қолыңызда бар ғой, АФР-ге жазсаңыз официально, АФР-дің өздері подтверждение береді Алматыдағы, именно страховка беріп жатырған. Сол мәселе бойынша даже административный сот арқылы заңсыз екенін сөйтіп жоюға да болады. Бұл мәселе шешу варианты, мәселені талқылап есебін деп отырған жоқ мен. Бір сондай бір идеямыз айтып отырған жайымыз бар. Лучше мәселені шешейік, чем талқылап бұны раздор болғанша. Біз сол үшін келіп отырмыз. Толықтырып жіберейінші ана. Жаңағы бір нарушением болса, қасына страховканы қосып беріп жатыр ғой. Қазір солай ғой да, жігіттер? Нарушением болатын болса, ана автоматический страховка, қазір сондай камера шықты ғой. Неғылдың камера? Трассы бірден сапар бекіндей ме? Не керек? Сол, сен қазір нарушение жасап алдың ба, қапталына страховканы тығып жіберіп тұр да. Сосын жігіттер соған нетіп қалып отыр да. Неге страховканы оған тыға береді деп та? Баяғыда келіскен жоқ па, страховка бермейін деген жоқ па? Неге транзитке, неге страховканы неге тығып отыр деген әңгіме ғой? Қарайған адамға сол штраф нарушение жасаған, қасына страховкасын тығып жіберді. Сапар бекіндей ме? Сол бәйіз. Есіме түсіп отыр, ағайындар, есіме түсіп отыр, ішкі министрлердің де бір ұсынысымыз бар. Мына жол ережесі шет Ақтаудан Бейнеуге дейін 100 километрден асырмауға, ол адамды шаршатады, ол адамды ұйқыға келтіреді. Соны Қазавтожолға ұсыныс жазып, кішкене жылдамдықты өсіргенін талап етеміз. Рұқсат беріңіз. 100 күн астында 500 километр ойлап қараңыз, любой адам шаршайды. түнгі мезгіл 100 болсын күндіз бірақ Одан басқа жылқы үй жануарларының мәселесін қозғайтын болсақ, именно населенный пункттардың қасында жолы бойында көп население. Соларға жаңағы барьер көп қойсаңыздар, сонда Қазавтожолдан сұрауларыңызды. Сонда ДТП-ның несі азаяды. Қоршау. Құрметті ағалар, сіздерден сұрау жіберейін да. Сіздерден сұрау жіберейін. Өтел первичканы шешу үшін не істеуіміз керек? Бір сұрақ сіздерге. Болдық па деп сұрап Оның алдында бір көтеріп отырған мәселе ол. Жібердік енді жауаптары күшті отыр. Әлгі пока айтатын естіген жауабын күтті. Страховкасы бойынша ма? Юрист ретінде қосатын бірдеңеңіз бар ма? Енді заңдылығын өзіңіз біліп отырсыздар ғой, бірақтары оны әлдеден ақылау керек шығар. Пәтерін айтатындай ештеңе қазір айтылмайды, себебі техникалық жағдайда қарауға болмайды оған. Абсолютно мәселе. Жоқ, именно заңмен ғой шықтың. Bizim baldarımızı kaldırsak nasıl kaldırsak? Бізде қазіргі таңда енді сұрақ бойынша талқыланып отыр, жауабын күтіп отыр. Жиналып отқандарыңыз көріп отыр, естіп отыр, жаңа айтып отырсыз ғой, көрмей отыр, естімей отыр, барлығын көріп отыр, естіп отыр, оның барлығы баяндалып отыр. Бұл жақында сенбі күнде шыққандарыңызды білеміз, оның барлығы көрініп отыр. Қалай күтеміз? Қалай жауап айтады, сонымен қашанға дейін күтеміз? Жолға береді ме? Сен болады қосатыңыздар ма? Уақыт нәрсе кішкене бар ма? Айтқанда дұрыс
Karabiylar mындай го. Мына президентimiz әр қай жерде қандай не айтса да ең бірінші айтатыны тәртіп пен заңдылық. Қай сөзін қарасаңыз да бәрі тәртіп пен заңдылық. Былай қарасаң өте дұрыс айтылған сөз. Сонда біреуіңіз осы жаңа айтып кеттіңіз, еститін жаңағы үкіметті. Там осыны жасап отырмыз ғой, қазір осы отырғанда осыны жасап отырмыз да. Сендер келдіңдер, біз тыңдап отырмыз. Бірақ бұл жерде жаңағы нелер бар. Мысалы, аудан депутаты бар, қала депутаты бар, облыс депутаты бар. Әлі кешен жұмыстар неде кетеді, жаңағы мәжіліс депутаты бар, сенат депутаты бар. Бірақ барлық заңға қол қоятын президент. Қалай болады? Сондықтан да заң мен тәртіпте отырған болса, заңдылығы болмай, біз тәртіпті бұзбағанымыз жақсы. Абзал болады. Өйткені осының бәрін біз жасап отырсақ жақсы. Енді өзіміздің де күнделеріміз бар, тап осындай мәселелер жүрген. Білмейді емес, түгел бәрін білеміз. солай ғой. Естіп отырмыз бәрін, біліп отырмыз, көріп отырмыз. Бірақ қалай болғанда да, өзің айтып кеттің ғой. Қалай жерге жаздық, жауап әлі жоқ. Өйткені әлі бақы шешімі жоқ. Бірақ бұл талқылануда. Енді тек әріптестер айтыңызшы деп отырмын да, өйткені бұлардың тарапынан бір түскен бір нелер бар шығар деп мен және сөз жоқ, әлі талқылануда. Бірақ бұл талқыланып отыр деген сөз шешілмейді деген сөз емес. Шешіледі. Ертең ол келеді. Қандай болып келеді, оны тағы да білмейміз. Бірақ дегенмен дұрыс айтып кетті. Өз тарапымыздан біз мына Сермағалиев Төрешұлы екеуміз өз тарапымыздан депутаттық сауал жібереміз. Иә, депутаттық сауал жібереміз. Оның жауабы бізге келеді. Сосын сіз аудит сұрадыңыз. Иә, Аудиттің бұл жерде мен несін көріп тұрған жоқ. жоқ. Сен айттың, маған мүмкіндік бермейді жоқ. Аудит болғанда бізге тек бүкіл облыс бойынша береді да. Бұл облыс емес, бұл республика бойынша береді. Сондықтан да біз бұны неге парламентке жазып жібереміз. Парламент өз бүкіл республика бойынша. Облыс бойынша емес, республика бойынша. Сонда несі нақты болады. Саны нақты болады. Біздің жазғанымыз ол біздің күшіміз тек облысқа жетеді. Облыстан артық шығып кете алмаймыз біз. Мына кісінікі қала, менікі облыс. сосын жаңағы кешіңіз. Сіздің жаңағы хат жолдайын деп отырсыз ғой ана жақта. Соның ішіне мынандай мәселені қосасаң айтсаңыз, былтырғы қозғалған өтел Белбешке Сайыровтың қозғалған, сіз депутатсыз ғой. Мәжіліске Сайыровтың қозғалған заты қайда қалды? Сол вопросты қозғаңыз. Неге сол ағар шешілмей қалды? Мен былай түсіндірейінші. Сайыровтікі, басқа жаңағы азаматтар қозғалған бәрі, былай айтқанда бір-бірден қосылып жатқан дүниеде. Сондықтан да анау қайда, мынау қайда деп Бүйтіп айтуға болмай ма? Былтырғы қозғалған вопрос бойынша аяқталмай қалған, не үшін аяқталмай қалды? Соны халық сұрап тұрды. Қоса аласыз ба соны? Мен былай айтайыншы. Я сіз депутат болып менің орныма келесіз. Жоқ, сол вопросты қоса аласыз ба деймін да, жаңағы қатты жағында. Маған бір жұмыс керек емес, маған бүкіл не керек. Бүкіл жаңағы бәрінің несі керек. Ол бір Сайыров керек емес ба? Сайыровтан басқа да ол жерде депутаттар жетіп келеді. Әулие Мәшінов, Әшімбаев сол қозғалды, бәрі қозғалды, сол неге ағарда? Сенат. Соны сұрап тұр, халық неге сол қозғалғанда аяқсыз қалып қойды деп тұр ғой енді. Сенат төрағасы өзі қозғап біліп отыр ғой. Сондықтан да бұл ар жағында біз өзінің несін білу керек, кімнің интересі екен, мысалда біз айтып жатқан талаптарымызда мысалда айтылады. Кедергі. Бюджеттен ақша бөлу керек, анаған акиматқа көлік алу керек десеңіз, тағы бірдеме десеңіз, сол мәселелерді сразу шешеді. Потому что өз пайдасына ол дейтін үкіметтің. Сол жерде жұмыс жасап отырған. Қарапайым халыққа келгенде, ол дейтін 2 жыл, 3 жыл, біздер жүре береміз, проблема жоқ. Біздер жүре бере аламыз. Транзит беру мысалы. Біз бір нәрсені екінші нәрсемен араластырмайық. Жоқ, ол дейді соған келді ол бәрі. Жоқ, аға мен білмеймін қайда келатқан. Аға мен жаңа айтып отқан мәселе жаңағы ғой. Сендер бөлмей тыңдадым ғой.
тыңдаңыз үшін біраз қандай шыдам иә. Мына жерде бір қуанышты бір нәрсе, мен мысалы ақсақалдың келгеніне мен өзім мәз болып отырмын да. Алды мысалы үлкен кісінің мысалы жүрген үлкен қазақпыз ғой әрқашан үлкен сыйлаған. Сондықтан да мына үлкен кісінің келгені бұл деген үлкен бізге үлкен тәрбиеміздің ар жағында өзіміздің әдет ғұрпымыздың жоғалмағаны. Мен соған әйтеуір өзім жаңағы көңілім толып отыр былай. Бірақ дегенмен де сөйлеген уақытта бірімізді тыңдағанымыз дұрыс деп жүрген да біз. Мына келіп отқан жерлерім облыс мәслихаты мен Ақтау мәслихат төрағасының несі қабылдауы. Сіз қазір қабылдауға келіп отырсыз. Сондықтан мен өзім күшім жететін жерімді білемін. Ананы мен айтпай отқан себебі оған мен күшім жетпейді. Мына заңда көрсетілген нәрселер мен тәртіппен заңдылықты мен тек айтып отқан жоқпын. Тәртіппен заңдылық деген сөз депутаттың өзінің бара алатын деңгейі бар. Біз мысалы жаңағы прокуратураның заводының жұмыстарына араласа алмаймыз. Сіздің сұрап отқан нәрсеңіз соған аралас деп отырсыз да, мен араласа алмаймын деп отырмын. Сондықтан айтып отқан сол ғой, менің күшім келетін жері қазіргі уақытта депутаттық сауалымды жазамын, мынаның адамдардың келгенін жазамын, осының бәрін көрсетемін, сосын парламентке жазып жіберемін. Парламент қалай болғанда да маған жауап беріп, сол жауабын дәкел, менің телефоным сізде бар ғой. Саған бір сұрау жіберейін. Құттай бір сұрау жіберейін. Келген жауабын мен сендерге беремін. Шақта сабыр. Мына түсіп тұрсыңдар ғой, біз қорықпаймыз, біз сендермен жұмыс жасап отырмыз. Осындай адам жиналды деп сөйтіп. Неге жиналмаймыз? Көріп отыр ғой, мынаның бәрі көріп отыр ғой. Жоқ, жап-жа астаны біздің кешесін сөздеріміз. Сосын мына Еркебұлан мен Алтынбек пе астаны соларды қабылдаймын деп мен айтамын. Сондай біз айтқан дәрісін жазып отыр ғой бұл жерде. Тағы деп отқан біздің сұрауымыз сол. Иә. Тоқтап отырған бәрін түгел біз қолға аламыз. Бірақ қалай шешіледі, қандай шешім болады, ол жағын біз айта алмаймыз. Ең бастысы жұмыс керек болып тұр ғой бұл жерде. Өйткені жаңа айтып мораторий берсін. Мораторий жариялайтын да президент. Заңға да қол қоятын президент. Бірақ оған жаңа қалай қылып дайындап береді. Біз мысалы бірақ сұрау біздің неміз. Біз сұрай аламыз. Біз сондай сіздердің сұрауларыңыз сол жақтан жібереміз, сұраймыз. Солай ма? Мен дұрыс түсінсем, иә. Енді біз келіп отырмыз ертең жаңағы айтқандай былай ящик дегенде енді ғой. Иә. Бұл жақта адамдар біледі дейді. Енді бұл жақта заңмен заң аясында шешілген қалай не болды? Енді біз қазір жаңағы страховка жөнінде айтыңыз ба? Жаңағы сақтандыру. Иә. Под вопрос, әлі ол шешілген әңгіме емес. Онда келе береді ол қазір. Страховканы қайда алады бізге? Соны түсіндіріп берші маған. Еш жайда мошенниктер бар. Мошенниктер бар. Сол бойынша Алдық 35 мыңға. Не алдым? 35 мыңға алдым. Жай тоқтатып еді, көрсетіп еді. Ағам мынауым сен базаны тіркелген жоқ дейді. Енді бұлар халық қайда барады? Кімге барады? Кімнен не сұрайды? Мен енді мәслихат депутаттарынан келдік, сұрадық, нетіп олар күші жететін жерін айтты. Енді сіздер екеуіңіз қайда барамыз? Сіз мотор, сіз біздің құқықтарымызды қорғайтын адамсыз. Сіз жаңағы чиновниктердің емес, бұл халықтың құқығын қорғайтын адам. Дұрыс па? Менің түсінігім бойынша. Юрис ханым, солай ма? Ай Жеке. Түсіндіріп берсін, енді страховка мен алған 35 мыңға алған страховкамыз негодный, жарамайды. Гайге көрсетсең айтады, ағам мынау керек емес, болмайды дейді. Мен түсініп отырмын. Енді екінші мәселе, соны енді біз не істейміз? Бағанағы айтқандай, әкеге бала шеше сұрса әкеге барады, әке сұрса шешеге барады, екеуі дұрса кімге барады деген әңгіме біз қайда халықтың екі ортада сенделіп қалып қойдың ба? Мен былай көрдім. Сіз сұрақ қойдыңыз. Бұл мәселені біз қазір депутаттық сауалымыз. Солай қарай жібереміз. Енді бұларға біз заң бұз деп айта алмаймыз деп жаңа айтып отырмыз. Өйткені заңда солай да. Енді ол түсінікті сұрақ шешілмей тұр. Мен бұны
қай уақытта шешілетінін анықтап беруіңізді сұрайын деп сұрайын. мен енді мына қадағалау мен сол заңның бәрін қадағалайтын мәселе ғой. Прокуратура. Айналайын сен ғой дұрыс па? Сіздер ғой. Сенің қолыңызда. Енді біз қайда не істейміз енді? Соны айтып беріңіз. Заң тұруда. Қалай? Аға, былай ғой. Халық не істеу керек? Аға, былай ғой. Енді страховка алғанда негодный дейді, страховщик үшін штраф дейді. Қалай? Не істейміз? Страховка алайық па? Оған 35 мың алып жүре берсек бұл негодный дейді. Бірақ негізі бұны суреттемегендерің жақсы да қазір. Неге? заң деп отырық қой, заң шерменде болып қалып отыр. Я былай да емес, я былай да емес. Я страховка аларын білмейді, алғанда ол пайдаға аспайтын страховка, ақшасын құрдалаға кетеді. Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы адам дегенде, адам мына халық тұрған халықтар, оның құқығы, денсаулығы, бостандығы қорғалсын дегенде. Дұрыс па? Былай қарағанда, бұның арты ертең дауға келіп, жаңағы страховка мәселесі бойынша штраф салып жатырсыздар ғой. Страховка мәселесі бойынша штраф салынып жатыр. Ол штраф ертең төленбесе не болады? Банкоматын жабады, пенсионный ала алмайды ағамыз. Тағы айқай болады да онда. Соны жауабын берсін деп отырсыз бұл жерде басқа. Жауап беруіңіз. Заң бұзамын деп айтсаңыз, жеткізіп өздеріңізде білесіздер, қауіпсіздік адамның өмірі Конституцияда жазылғандай ең маңызды ішінде ол қарастырылмайды. Депутаттық сауалдың ішіне қосып, Соны жасар кезде ойламады ғой деймін да. Енді айналып келіп оның арты ертең бар ғой, дау болып кетуі мүмкін. Нұрин Лазарұлы мырза, мына біздің ақпаратымыз негізінде былтырдан бері бүкіл партияларда бар. Бәрі қозғалып жатыр. Министерство финансовта да, казначейде ешкім қарсы емес, орган төмендету, халыққа қол жетімдеуге ешкім қарсы емес. Сіздердің әріптестердің жоғарғы отырған әріптестердің ешкім қарсы емес. Бірақ бір но болып тұр да, сол ноны алып тастау керек. Бір но болып тұр. Атақ сіздің әріптестер бәрі керемет жұмыс жасап. Камераның алдында айтылмайтын мол болып тұр да бұл жерде. Қазір бір минут. Мен заңға қарама қайшы кетіп тұрған жерімді айтайын, жаңа сіз айтып отырсыз ғой. Заң мен тәртіпке бағынайық десіз. Заң мен тәртіпке бағынатын болсақ, онда мынандай сұрақ сізге де, Нұрияға, мынандай сұрақ туындайды. Заң мен тәртіпке бағынатын болсақ, заң мен тәртіп деген онда заң қарама қайшы келіп тұр ғой онда. Оның утилизборды алайық. 24-ші жыл утилизбордың ставкасы, былай айтқанда пикапқа несін жобасын айтайын, 1200 бірдеңе мың теңге болды. 26-ші жыл 1500 бірдеңе болып тұр. Привязаны МРП-ға. Если утилизбор налог болмайтын болса, оны неге МРП-ға байлайды? Вот сүйір қарама қайшы. Ол заңға келмейді. Ол бірінші момент. Екінші момент первичка бойынша. Первичка бойынша да мен айтайын деп отырғаным, біз Қазақстан Республикасының азаматы болып, біз заңды түрде Қазақстан Республикасына кіргіздік, жаңа несін растамушкасын төледік заңды түрде. Енді тіркеуші орган. Тек тіркеп беру керек болды, өзінің несін орын алып төлеу керек. Неге 3 жылдан асқан мәшінге 9 миллион сұрайды мысалға, пикап жөнінде. Ол қаяқтан алынған расценка, қай алған смета былай айтқанда, расчет. Сол үшін бұл заңға қарама қайшы кетті. Сол себептен айтайын деп отырғаным, жаңа сіз айттыңыз ғой, мен өз деңгейімде өңірде. Сіз осы Маңғыстау облысы бойынша неше растаможенный мәшін, таможенный комитеттен сведения, и қанша мәшін, сол мәшіннің ішінде қанша мәшіне жаңа ДВД-да тіркелгені бар, тіркелмегені бар. Сол кезде уже картина шығады. Картина шыққан кезде уже свод не болады. Өңір бойынша, мен республиканы айтпай қойған, мен сол үшін аудит тексеріп,
аудитті не қылуды. Мына прокуратура органдары бар, бәрі несін сведенияларды алып, сосын не қылуды. Қазір мына жерде біздің жаңа белсенділер жаңа 32 мың деп отыр, 8 мың деп отыр. Ол одан да көп шығар. Может 75 мың шығар. Қазір болғанда. Иә, мысалға 100 мың да шығар. А 100 мың мысалға сонда құрметті Нұрияға сіз парламентке жаңа неге сұрақ қоюға болады. 75 мың көлік жүр, әрқайсысы 10 мың теңгеден налогын төлемегенде қанша миллион? Миллиард. Былай кетіп жатыр. Сіз болсаңыз алып келіп алып, жаңа 16%, 20% налогты көтеріп жатыр. Вот сол кезде салыстырмалы түрде біз бетіне бір кішкентай өңірден мысал келтіріп бетіне айтсақ болады. Налогты жасаған адамның тек бірінші тексерем деп шығады. Мен салыстырмалы түрде мені айтып отырған. Олай ғой. Бірінші адам өмір сүреді, содан кейін заң шығады. Мына машинаның номері қайдан шықты? Тарихи. Ең бірінші машина жасап шығарған уақытта машиналардың бәрі 4 па 5 па машина болды. Бәрі нөмірсіз жүр, бәрі бірдей болды. Сол бір күні біреу бір жолаушы қағып кетті. Кім екенін білмей қалды да. Содан кейін барып оған нөмір бере бастады. Тарихи болған нәрсе оның бәрі. Мына сіздің айтып тұрған сұрағыңыз негізі. Осыдан 10 жыл бұрын бір сұрақ жоқ еді. Сондықтан заңда бұл болған жоқ. Енді қазір мына сұранысқа байланысты сұрақ пайда болды. Сұрақтан кейін заңға өзгеріс жасау керек болып жатыр да. Бұл бір неден кейін заңның өзінің өзгерісі сондай десе болып тұр. Өзің де білесің ғой. Налоговый кодекс жыл сайын өзгереді де тұрады. Неге? Өйткені мына шығып жатқан мына подписчик абсолютно деген бар, соған байланысты. Қандай пайда болады, соған байланысты заң шыға береді. Сондықтан да мына сұрақ бар ма? Бұл 2 жыл бұрын етті ғой. Сондықтан да заң енді шығады. Сондықтан өзгеріс болады. Бірақ соны тездету үшін біз өзінің тарапымыздан жұмыс жасаймыз. Сол себептен мына заңгерлер отыр, заңмен тәртіпке деп отыр. Заңға өзгеріс өздерінің заңдылығына байланысты сол себептен заңға өзгеріс енгізу үшін осындай халық жиналғаннан шығады. Өзгеріс енгізіледі. Осындай жиналмаса заң өзгеріс енгізілмейді. Сол себептен мына келіп отырған халық сол заңға өзгеріс енгізуді талап етіп отыр. Оны түсіндік қой, айтып отырмын ғой, жазамыз, нетеміз. Болды ғой? Болды. Өз алып осы қойғанда кейін барасыңдар енді. Біз енді жазамыз, жібереміз. Қалатқа бір адам санаймыз, білеміз. Осымен жұмыс жасап отырасыңдар. Шарттарың бар, нелерің бар. Сіздерге қандай жауапты сот алатындар? Иә, талапты. Қай уақытта жеткізесіңіз? Ол